сәлеметсіздер ме? Біз халықаралық экономика курсын жалғастырамыз. Бүгін біз сіздермен бұл курстың үшінші тақырыбына тоқталамыз. Тақырып халықаралық саудадағы жалпы тепе-теңдік деп аталады. Яғни дәрістің мақсаты бұл жерде сыртқы сауда операцияларының мәнін анықтау және халықаралық саудадағы тепе-теңдікті түсіндіру. Бұл жерде екі сұрақ қарастырылады. Бірінші, халықаралық саудада сұраныс пен ұсыныстың өзара байланысы, екіншісі сауда шарттары. Яғни бұл тақырып бойынша біз келесі негізгі түсініктерге тоқталамыз. Бірінші, дүниежүзілік нарық дегеніміз не? Екінші, сауданың табыстылық шарты дегеніміз не? Сыртқы сауда шарты дегеніміз не? Талғамсыздық қисығы дегеніміз не? Және халықаралық нарық деген негізгі түсініктерге осы дәрісті өту барысында тоқталып өтеміз. Енді негізгі дәрісіміздің мәтініне тоқталатын болсақ, халықаралық сауданың стандартты және жалпы тепе-теңдік теорияларының негізін қалаушылар олар Альфред Маршалл, Эджуорд және Хаберлер болған. Бұл халықаралық саудада сұраныс қисығы екі факторға байланысты болады. Яғни біріншісі ол нақты елдерде талғам жүйесінің қалыптасуы және екінші тұтынушылар артықшылығы және олардың табыстарының деңгейлері. Яғни сіздер уже микроэкономика пәнінен білесіздер, сұраныс қисығына әсер етуші негізгі өзі екі фактор бар. Біріншісі ол бағалық факторлар, екінші бағалық емес факторлар. Бұл жерде де сұраныс қисығына әсер етуші халықаралық сауда кезіндегі негізгі фактор ол баға әрине, және екіншісі сол тауарды сатып алатын тұтынушылардың қолындағы бар табысы және олардың сол тауарға деген талғамы болып табылады екен. Қоғамдық талғамсыздық қисығына екі фактор әсер тигізеді. Бірінші, бұл жеке индивидтердің алатын пайдалығы немесе қанағаттануы арасындағы айырмашылықтар, және екінші, қатысушылар табысының әртүрлі деңгейде өсуі болып табылады. Енді микроэкономика кезінде бұл талғамсыздық қисығы ол бір-біріне параллельді жататын негізгі қисықтардың кестесінен тұратын болса, ал енді халықаралық экономикаға келген кезде әр мемлекеттерде тұтынушылардың ішінде бір-біріне ұқсас талғамдылығы бар тұтынушылар қалыптасуы мүмкін де, олардың барлығы бір негізгі талғамсыздық қисығын қалыптастырады. Сыртқы сауда шарты дегеніміз бұл белгілі бір елдің экспорттық бағаларының импорттық бағаларға қатынасын көрсетеді, және сыртқы сауда шарты бұл экономикалық көрсеткіш ретінде қолданылады және оның бірнеше формалары бар. Біріншісі бұл тауарлық немесе таза бартерлік сауда шарты, яғни бұл екі елдің жай үлгісінде бір тауар екінші тауарға бартерлік айырбас жасайды, ал экспорт импортқа тең болатынын көрсетеді. Яғни таза тауарлық сауда шартын жасау кезінде бұл жерде экспорттық тауарлардың бағасы импорттық тауарлардың бағасына теңеседі. Және бұл жердегі сауда шарты экспорттық бағаның импорттық бағаға қатынасын 100%-ға көбейту арқылы анықтаймыз. Екінші түрі бұл сауданың факторлық шарты. Бұл дегеніміз бір немесе бірнеше өндіріс факторларының өнімділігі мен импорттық бағаларды байланыстыратын индекс ретінде қарастыруға болады. Және бұл сауданың сыртқы факторлық шарты экспорттық секторда өнімділіктің өсу бірлігіне алынған импорт көлемін көрсетеді. Сондай-ақ бұл сауданың факторлық шарты тауарлық сауда шартын экспорттық секторлардың өнімділігінің индексіне көбейту арқылы есептелінеді. Келесі негізгі сауда шартының формасы бұл сауданың табыстылық шарты, яғни бұл толығымен экспорттан түскен ақша есебінен тауарларды импорттаудағы елдің потенциалын көрсететін индекс болып табылады, және экспорттан алынатын кірістердің өсуіне қарай импорттық потенциалдың артуын көрсетеді. Сондай-ақ бұл сауданың табыстық шарты сауданың тауарлық шартын экспорттың сандық индексіне көбейту арқылы есептелінеді. Сауда жағдайының графикалық көрінісін көрсететін болсақ, таза бартерлік сауда шарты жасалған кезде бұл жерде жаңағы
экспорттық және импорттық тауарға деген сұраныс пен ұсыныстың көлемі белгілі бір нүктеде теңеседі. Бұл теңесу нүктесі бізде А нүктесі болып табылады дағы. Бұл жердегі сауда шарты бізде таза бартерлік сауда шарты деп алынады. Яғни бұл жаңағы халықаралық нарықтағы сұраныс пен ұсыныс қисығын салу үшін біз общеция осінде экспорттық өнімнің көлемдерінің импорттық өнімдерге көлемінің қатынасын аламыз дағы. Ал Y осінде экспорттық бағалардың импорттық бағаларға қатынасын алады екенбіз. Осыдан не шығады? Таза сауда шарты қалыптасқан кезде әлемдік нарықта жаңағы экспорттық импорттық тауарларға деген сұраныс пен ұсыныстың көлемі ол теңеседі. Және осы теңесу нүктесінде сауда шартының негізгі көлемі 100% көрсетеді екен. Яғни бұл жағдайда экспортқа шығарылатын және импортқа келетін тауарлардың бағасы өзара тең болады. Сыртқы сауда шартының үш түрі болады. Бұл сыртқы сауда шарты дегеніміз белгілі елдің экспорттық бағаларының импорттық бағаларға қатынасын көрсетеді. Біріншісі бұл бізде тауарлы немесе таза бартерлі сауда жағдайы, яғни бұл жерде сауда шарты экспорттық бағаның импорттық бағаға қатынасын 100%-ға көбейту арқылы анықталады. Есептеу формуласын қарастыратын болсақ, бұл жерде сауда шарты тең болады ағымдағы жылдағы экспорт бағасының индексін біз деген базалық жылдағы экспорттық бағаның индексіне бөлеміз дағы, оны ағымдағы жылғы импорттық бағалардың индексінің базалық жылдағы импорттық бағалардың индексінің қатынасына бөлу арқылы анықтаймыз. Келесі негізгі сауда шарты бұл сауданың табыстық шарты болып табылады. Яғни бұл дегеніміз жиынтық экспорттан алынатын ұтыс есебінен елдің импорттық потенциалын көрсететін көрсеткіш болып табылады. Яғни бұл сауданың табыстық шарты және тауардың факторлық шартын қарастыруға болады. Оның ішінде бұл жаңағы айтып отырған сауданың табыстық шартын есептеудің негізгі формуласы мына түрде болады. Яғни жаңағы алынып отырған таза бартерлік сауда шартының формуласын біз экспорттың көлеміне көбейтеміз. Әрі қарай біз сауданың факторлық шартын екі вариантта қарастыруға болады. Біріншісі бұл ұлттық экономиканың экспорт секторында өнімділік индексіне көбейту арқылы, екіншісі бұл импорттық секторда өнімділік индексі мен экспорттық секторда өнімділік индексіне сәйкестендіру арқылы. Яғни сауданың факторлық шартын есептеудің негізгі екі формуласы бар. Біріншісі ол жаңа айтылып отырған өнімділік индексі арқылы анықталады дағы. Екіншісі бұл жаңағы импорттық және экспорттық негізгі өнімдердің өнімділік индексіне көбейту арқылы анықталады. Екі елдің жай үлгісінде бір тауар екінші тауарға бартерлік айырбас жасайды және экспорт импортқа тең болады. Бұл жағдайда сауда шартын есептеу қиын емес. Сауда шарты экспорттық бағаның импорттық бағаға қатынасын 100%-ға көбейту арқылы анықтайды және сауда жағдайын тауарлы немесе тауарлы бартерлі сауда жағдайы деп атауға болады. Оны есептеудің формуласы төменде көрсетілген. Бұл жерде ТЦ деп отырғанымыз сауда шарты, PX деп отырғанымыз ағымдағы жылдағы экспорттық баға индексі, PX0 деп отырғанымыз базалық жылдағы экспорттық баға индексі, PMT деп отырғанымыз ағымдағы жылғы импорттық баға индексі болып табылады, ал PM0 деп отырғанымыз базалық жылдағы импорттық баға индексі. Келесі сыртқы сауда-саттықтың тауарлық немесе айырбастау шарттары бұл белгілі бір санаттағы экспортталған және әкелінген тауарлар индекстерінің ара қатынасы арқылы анықталады. Яғни тауарлық немесе таза бартерлік сауда шарты бұл жерде TI тең болады PX-тің жаңағы экспорттық тауарлардың бағасының индексін біз импорттық тауарлардың бағасына бөлу арқылы анықтаймыз. Келесі сауданың табыстық шарты және тауардың факторлық шартын қарастыруға болады деп айттық. Бұл жердегі PX-ті деп отырғанымыз бұл
базалық жылдағы экспорттық тауардың бағасы болып табылады. дағы PX0 деп отырғанымыз базалық жылдағы экспорттық тауарлардың бағасы болып табылады. Ал ПМТ дегеніміз бұл ағымдағы жылдағы негізгі импорттық тауарлардың бағасы болып табылады. ПМ0 деп отырғанымыз бұл базалық жылдағы импорттық тауарлардың бағасы. Осы негізгі арақатынасты біз QX-ке көбейтеміз. Мұндағы QX деп отырғанымыз экспорт көлемі. Яғни сауданың табыстық шарты бұл жиынтық экспорттан алынатын ұтыс есебінен елдің импорттық потенциалын көрсететін көрсеткіш болып табылады. Келесі табыстық сауда шартының негізгі есептеудің формуласы бұл осы слайдта көрсетілген T тең PX-тің PM-ге қатынасы көбейтілген QX-ке. Келесі сауданың факторлық шартын екі вариантта қарастыруға болады. Біріншісі бұл ұлттық экономиканың экспорт секторындағы өнімділік индексіне. Бұған сәйкес негізгі сауда шарты мына формула бойынша анықталады. Және екіншісі импорттық секторда өнімділік индексі мен экспорттық секторда өнімділік индексіне сәйкестендіру арқылы. Бұл варианттағы сауда шартын анықтаудың негізгі формуласы мына екіншісі болып табылады. Факторлық сауда шарты бұл формуласына келетін болсақ, PX-тің PM-ге қатынасы көбейтілген QX-тің PM-ге қатынасының көбейтіндісіне. Бұл жерде сауданың факторлық шарттары бұл ұлттық өндірушілердің мүдделерін қозғамай, яғни мемлекетке зиян келтірмей, мемлекеттің өнімді импорттау мүмкіндігін көрсететін көрсеткіш болып табылады. Халықаралық сауда жүйесінде сауда шартының үш негізгі көрсеткіші қолданылады деп айттық жаңа біз. Елде бұл көрсеткіштер бірдей өсетін болса, онда елдің жағдайы көтеріледі. Егер де үш көрсеткіш бірдей төмендесе, онда елдің жағдайы нашарлайды. Бұл дамушы елдердің тәжірибесінде байқалады. Әлемдік статистика деректері бойынша дамыған елдерде сауда шарты жақсарады, ал дамушы және өтпелі экономика елдерде нашарлайды. Мұны келесідей аргументтеріне негіздеуге болады. Біріншіден, дамыған елдерде өнімділіктің өсуі бұл еңбекақының және табыстың өсуіне алып келеді, ал дамушы елдерде дәстүрлі экспорттық өнімге бағаның төмендеуіне алып келеді екен. Екіншіден, дамушы елдердің сауда шартының төмендеу себебі бұл экспортталатын ауыл шаруашылық өнімдеріне сұранысына қарағанда дамыған елдердің экспорттық өнімдеріне сұранысы тез өсетіндігінде. Халықаралық сауданың экономикалық өсуімен байланысты үш түрлі әсерін көрсетуге болады. Яғни бірінші бұл экспортқа бағытталған өсім, елдің экспорттайтын тауарларының өндірісін кеңейтуді көрсетеді. Екінші, импорт алмастырушы өсім, яғни ел импорттан сатып алатын тауарларды өзінде шығаруды кеңейтеді. Және үшіншісі бұл бейтарап өсім. Елдер арасында сауда шарттары өзгерместен халықтың халықаралық сауда көлемін артуын көрсетеді. Халықаралық саудаға ықпал ету көзқарасынан тұрғысынан экономикалық өсудің типтерін қарастыратын болсақ, бұл бірінші экспорт кеңейтуші өсу, яғни сауда жасайтын елдің сауда жағдайын бұл нашарлатады, басқа елдердің сауда жағдайын жақсартады екен. Елдің экспорттайтын тауарларының өндірісі бұл экспортты кеңейтуші өсу кезінде кеңейтіледі. Екінші, бұл импорт алмасушылық өсу, яғни сауда жасайтын елдің сауда жағдайын жақсартады, басқа елдердің сауда жағдайын нашарлатады. Елдің импорттайтын тауарларының саны бұл жағдайда кеңейтіледі. Және үшіншісі, сауданың нейтралдық өсуі. Бұл жағдайда халықаралық сауданың мемлекеттер арасында сауда шарттарының өзгеруінсіз физикалық көлемнің ұлғаюын көрсетеді. Яғни сауданың нейтралдық өсу кезінде сауда шарттары өзгермейді, бірақ экспортқа және импортқа шығарылатын тауарлардың нақты физикалық көлемі көбейеді. Осыдан біз жаңағы экспорт икемділігі деген негізгі ұғымға тоқталуымызға болады. Экспорт икемділігі дегеніміз бұл сауда шартының өзгеруінен туындайтын экспортқа тауарлар ұсыныстың өзгерісі. Яғни оны формуламен есептеуге болады. Экспорттың икемділігі тең болады бұл экспорттық тауарлардың бағасының проценттік өзгерісін экспорттық тауарлардың
көлемінің өзгерісін пайыздық біз сол экспорттық тауарлардың бағаларының пайыздық өзгерісіне қатынасы арқылы анықтаймыз. Немесе бұл экспорттың икемділік коэффициентін табу үшін бірден біз импорт икемділігінің коэффициентінің мәнін алып тастауымызға болады. Келесі негізгі көрсеткіш бұл импорт икемділігі көрсеткіші, яғни бұл көрсеткіш сауда шарттың өзгеруінен туындайтын экспортқа тауарлар ұсынысының өзгеруін көрсетеді, және бұл көрсеткішті негізгі анықтау кезінде импорт көлемінің пайыздық өзгерісін оның бағасының пайыздық өзгерісіне қатынасы арқылы анықтаймыз. Яғни импорт икемділігін анықтайтын негізгі формула төменде көрсетілген. Яғни им тең болады дельта импорттық тауарлардың көлемінің пайыздық өзгерісін бөлеміз сол импорттық тауарлардың бағаларының пайыздық өзгерісінің көлеміне. Сұраныс жағынан халықаралық сауданы дамытудың балама теорияларын қарастыруға болады. Оған деген оқушылар талғамындағы өзгерістерге негізделген сауда теориясын айтуға болады, және екіншісі бұл талғамдылықтардың ұқсастылық теориясы, яғни бұл негізгі теорияны қалыптастырған швед экономисі Линдер болып табылады. Қазақстандық өндірушілердің экспорттық әлеуетін қолдау мақсатында 2010 жылдан бастап экспорт 2020 экспортты дамыту және ілгерілету бағдарламасы іске асырылады. Онда қазақстандық экспортты қолдаудың 3 бағыты көзделген. Біріншісі бұл экспортты қолдаудың экспортты ілгерілету бойынша шығындарды өтеу, екінші сервистік қолдау, және үшінші сауда экспорттық операцияларды қаржыландыру. Бірінші және екінші бағытты іске асыру операторы бұл Казнекс Инвест экспорт және инвестициялар жөніндегі ұлттық агенттілік болып табылады, яғни акционерлік қоғамы. Ал үшінші бағытты іске асыру операторы бұл Қазэкспорт Гарант экспорттық кредиттік сақтандыру компаниясы акционерлік қоғамы болып табылады. 2012 жылдан бастап осы экспорт 2020 бағдарламасы экспорттаушы 2020 экспорттаушыларды қолдау бағдарламасына өзгертілді. Қолдаудың 3 бағыты сақталды, бірақ жетілдіріліп, кейбір өлшем шарттармен экспорттаушыларға қолдау көрсету қағидалары өзгертілді. Көрсетілген экспорттық қолдау шаралары бұл индустриялық инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы 2012 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасы заңының 13 бабына сәйкес қолданылады. Енді осы индустриялық инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік қолдау қазақстандық өнімнің танымалдығын арттыру үшін іс-шаралар өткізу, ақпараттық талдамалдық қолдау көрсету, сауданы қаржыландыру арқылы отандық өңделген тауар мен көрсетілген қызметтер экспортын дамыту және ілгерілету болып табылады. Енді осы сұраққа байланысты келесі негізгі слайдта бізде деген тест сұрақтары қарастырылған. Осы тест сұрақтарына міндетті түрде сіздер жауап берулеріңіз қажет болады, және оған жауап беру арқылы сіздер өздеріңіздің алған білімдеріңіздің қаншалықты толық және жетік екенін қарай аласыздар. Негізінде бұл тақырып бойынша 5 сұрақ қарастырылған. Осы 5 сұраққа жауап беру арқылы сіздер өздеріңіздің бүгінгі 4-ші дәрістен алған білімдеріңізді шыңдайсыздар. Егер дұрыс жауап бермеген жағдайда сіздер тестті қарау арқылы қайтадан өздеріңіздің дұрыс жауап бермеген сұрақтарыңызды дұрыс жауабы қандай екенін қарап алуларыңызға болады. Осыменен біздің 4-ші лекциямыз аяқталады. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.